әділдің адамдары Пойраз бен Шевкетті әкеліп Салихтың мәйітін оларға тастап кетті. Шевкет мен не істедім деп жылады. Пойраз сенің кінәң жоқ, мен оны араластырған осының бәріне, мен оны өлтірген деді. Шевкет Пойразға кет деп өзі звондап бізге шабуыл жасалды деді. Милтемді әділге әкелді. Сеферлер артынан келді. Олардың жоспары әділді табу. Милтем әділге сен менің әкем емессің, сен жаман адамсың, сен адам өлтірушісің деді. Бахри келді, әділ қашып кетті. Милтемге сенімен кейін сөйлесемін деді. Әділ полдың астына тығылып қалды. Бахрилер таба алмай кетіп қалды. Дәрігер Садриддиннің қашан оянатыны белгісіз, бәріне дайын болыңдар деді. Сема жетімдер үйіндегі баланың шешесіне келіп ақша беріп асырап аламын деді. Әділ Ихсанға Сефер мені қорқау деді. Не істейміз оған? Сүйіктісі бар ма деді. Ихсан әйелі Сема бар, Бахридің қорғаушысы деді. Шевкет Бахриге келіп Салихты өлтіргенін айтып, екеуі сөйлесіп отырғанда әділ Шевкетке звондап, бір шаруа бар, саған звондаймын деді. Бахри ештеме білдірмей әділдің қасында жүре бер деді. Сема мен Сефер ақыры баланы асырап алды. Зульпихар мен Милтем Сефердің үйіне қонаққа келді. Семаның дәрігері звондап, тағы да тексерілуіңіз керек, деніңіз сау болуы мүмкін деді. Олар қуанды. Эпек мен бәріне кінәлі Садриддиннің осындай жағдайға түскеніне деп жылап отырып, байқамай Сүңгілдің баласы басқа біреуден екенін айтып қалды Селчукке. Селчук Сенгүлге звондап ақша сұрады. Сенгүл бәрі шындықты білді. Енді саған беретін ақшам жоқ деді. Селчук бала Садриддиннің баласы емес екенін Бахриге айтам деді. Сема дәрігерге келді. Сізге қате диагноз қойылған, сіз ауру емессіз деді дәрігер. Сеферді Ихсан келіп, әділ сені көргісі келеді де алып кетті. Асылы Айшегүлге келіп, Салихты Пойраз өлтірді, мен бәрін дәлелдеймін деді. Айшегүл Пойразға айқайлады, Салихты сен өлтірдің деді. Пойраз әкесі Шевкетке өлтірткізгенін бәрін айтты. Бірақ Айшегүл ашуланып, мен полицияға барып, дәрігерді сен өлтіргеніңді айтамын деді. Сеферді қолын байлап әділге әкелді. Сефер сен қорқақсың деді. Әділ сен туғандарыңнан айырылған қандай екенін сезініп көрдің бе деді. Мен көрдім. Мен енді сенің де осыны сезініп көргеніңді қалаймын деді. Семаға звондаған дәрігер әділдің адамы болып шықты. Ихсан Семаға звондап, Сефер апатқа ұшырады деді. Сема рөлде баласымен келе жатыр еді. Айшегүл полицияға келіп дәрігерді Пойраз өлтіргенін айтты.